қазіргі кезде 11 жас, 12 жас және 13 жастағы қыз балалар осы вакцинацияны ала алады. Бізге келетін вакцинаның жалпы көлемі 350 мың дозаның шамасында. Бұл 175 мың қыз балаларға арналып отыр. Өйткені вакцинацияның графигі, яғни егу схемасы нысаны 2 дозадан тұрады. Қазір мысалы 1 дозасын алса, 6 айдан кейін 2-ші дозасын алады. Бұл 175 мың баланы осы адам папилломасына қарсы вакцинациялауға жеткілікті доза. Вакцинацияны жоспарлаған кезде 11 жастағы қыздардың 95% вакцинацияға келеді деген жоспар болған. Алайда қазіргі бастапқы кезде енді түсінікті кейбір ата-аналар бас тартуы мүмкін, одан кейін кейбірлер басқалар ала тұрсын, біз көреміз, егерде ешқандай да мысалы реакциялар болмаған жағдайда кейінірек егілетін шығармыз деген кейбір ата-аналарды ескере отырып, және 13 және 12 жастағы балалардың да дәл осы схема бойынша егіле алатынын ескере отырып, әрине жасы егу контингентін кеңейтіп отырмыз. Жаңа бір хабар келгенде, жаңа бір ем келгенде, ең біріншіден біз мұнан күдікпен қараймыз. Неліктен? Бұл көбінесе вакцина қайдан шығарылды, Қазақстаннан ба, бұның қатерлісігі жоқ па деген сияқты сұрақтар туындап жатады. Бұны айтайын дегеніміз, біз жаңа айтып кеткенде 2006 мынау Гардасил деген 4 валенттік біздің Қазақстанға келген вакцина 2007 жылы лицензия алынған. Сол жылдан бері 135 елде уже мынау календарь ретінде егіліп, қолданып, көп елдерде 20 жылдан астам, Америка құрама штаттарында дейміз, Европада, Австралияда, сосын тағы да біздің бұрынғы СНГ елдерінің 7 мемлекетінде бәрінде қолданып келе жатыр. Сондықтан да ең осындай бір кері әсер етті деген, оған сондай бір аурулар алып келді деген ол жалпылама сөз деп айтуға болады. Өйткені ешқандай да медицина тұрғысында дәлелдемеген. Бұл вакцинаны қолдану үшін ол жылдар бойы тексерілістен өтеді. Адам папилломасы вирусы 200-ден астам типі бар, түрі бар осы вирустың, оның ішінде онкогендік 14 типі бар. Ал енді вакцинация бұл барлық жаңағы кез келген түрінен сақтамайды, тек қана онкогендік, онкологиялық патологияларды туғызатын түрлеріне ғана бағытталған, солардан қорғауға ғана бағытталған. Ал енді қазіргі кезде бізде пайдаланылғалы отырған вакцина бұл 4 валенттік вакцина. Бұл жаңағы ең онкогендігі ең жоғары жаңағы онкологиялық патологиялардың 70% 2 түріне келеді. 16-шы және 18-ші типтері осы адам папилломасы вирусының. Және бұдан басқа тағы да онкологиялық патологиялар, жаңағы папиллома, кандилома сияқты туғызатын, мысалы, олар да ыңғайсыздық туғызады. Әрине адам мысалы инфекцияланған жағдайда және мысалы кандилома туғызған жағдайда бұл 6-шы, 11-ші типтерде осы біздің қазір қолданылғалы отырған вакцинаның құрамында бар. Енді бұл онкологиялық аурулардан басқа жаңағы сүйел аурулар дейміз ғой, папиллома аурулары жаңа әртүрлі, мысалы дененің кез келген бөлшегінде, әсіресе мына шырышты қабақ дейміз ғой, сілемейлі қабақта сондай енді қиындық туғызады деп айта алмаймын, бірақ та все равно папиллома вирус сүйел сияқты ауруларға, олар да мысалы жаңағы онкологияға кейіннен апаратын аурулардың бірі болғандықтан осы қазіргі кезде бұлардың барлығы өзекті деп айтуға болады. Осы вакцинаның құрамындағы вирустарға қарсы жаңағы қорғаныш қасиеті. Мен 4 баланың анасымын. Мен үлкен қызым 11 жаста. Жақында осы ақштан осы Қазақстанға ұшар алдында ол поликлиникасына барып, міндетті 2 прививкасын алды. Сонда маған дәрігер айтты: "Сіз білесіз бе, қазір қызыңыз 11-де, 2-3 жылдан кейін 14-15 жаста жаңағы папиллома вирусына вакцина алу керек" деді. Сосын мен сұрадым: "Мен Қазақстаннан көшкеген, жақында келген, шетелден келген адаммын. Мен үшін ол бір жаңа бір вакцина, өзім де алмаған, біздің Қазақстанда енгізіліп жатыр. Қалай бұл жерде ақшта" десе, маған дәрігерім былай айтты:
Білесің ба, сол жаңағы папиллома вирустың вакцинасы ертең қызыңды рактың 15 түрінен өмірін, жанын аман сақтап қалады. Сен қызыңның ертең 15 түрлі ракқа шалдығуын қалайсың ба? Жоқ әлде бір кішкентай вакцина алып 15 түрлі рактан аман сау өзінің өмірін сүруін қалайсың ба деді. Сосын айтады, бізде ақшта осы папиллома вирусы 15 жыл бұрын енгізілді. 15 жыл бұрын басында енгізілгенде ол жерде де бізде ата-аналар басында түсініспеушілікпен қарап қорқыты. Ол деген не? Ол деген ертең бұзылған тәрбиесіз бала бола ма? Ол деген не деген вакцина деген біртүрлі көзқарас болды дейді. Бірақ ол бір жылдың ішінде тарап кетті. Өйткені 14 жыл бойы содан бері жаңағы вакцинаны барлық 90% қыздар алады, ұлдар алады. Енді бұл вакцинацияны мен толық қолдаймын. Себебі мен өзім дәрігер болғаннан кейін мен арнайы ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелерімен танысқанмын. Сол денсаулық сақтау министрі істегенде халықаралық және өзіміздің жаңағы эксперттармен біраз талқылағанбыз. Бұл мәселені толық денсаулық сақтау министрі мен қолдаймын. Оны тезірек енгізуіміз қажет. Адам папилломасы вирусына қарсы қазір қолданылатын вакцина бұл ақш мемлекетінің Merck Sharp Dome компаниясының вакцинасы. Бұл вакцина көптеген мемлекеттерде қолданылып жатыр. Егер де мысалы қазіргі кезде 135 мемлекет әлем бойынша осы адам папилломасы вирусына қарсы вакцинацияны жүргізетін болса, оның 60% осы 4 валенттік Merck Sharp Dome компаниясының вакцинасын пайдаланады вакцинациялау үшін. Енді дамыған елдер, ақш, Ұлыбритания, Германия, Батыс Еуропа елдері жаңағы папиллома вирусына қарсы вакцинаны 5 жылдан бұрын, 10 жыл бұрын енгізіп тастаған. Басында әрине жаңа нәрсе әркім адамға бір құбыжық сияқты көрінеді енді. Ол не үшін қалай қорқынышты сияқты. Бірақ ол елдер онда кезеңнен баяғыда өтіп кеткен. Қазір олар уже қандай сұрақсыз қойдырады, емделеді. И олардың, сіз білесіз ба, онкология бойынша көрсеткіштерін бізде Қазақстанда төмен. Яғни бізде онкологиядан көбірек науқастар проценті ауырады, және уже кеш ауырған соң, кеш тапсаң, оны емдеудің де сапасы енді өмір жан сақтап қалу қиын. Өкінішке орай көп жағдайда осы онкологиялық аурулармен науқастар кеш келеді, онда көмектесуге қиын болады, енді қымбат та болады. Сонымен тағы да айтып кетейін, біз осындай арнайы онкологиялық диспансерлер орталықта құрып, сол жерде науқастарды күтіп отырамыз. Ол науқас қатты ауырып келгенде келеді, ал бізде уже емдеуге, оны құтқаруға мүмкіндіктеріміз өте төмен болады. Сонымен қазіргі мысалы онкология саладағы технологиялар ерте бастаса, жаңағы науқастың өмірін сақтауға болады. Химиотерапия болады, жаңағы кіші төмендік инвазивтік хирургиялық емдер. Соның бәрін біз тездетуіміз қажет үшін сол алдынан ала скринингтерді біз қолдауымыз керек. Кез келген вакцинация, оның ішінде адам папилломасы вирусына қарсы вакцинация тек қана қыз баланың ата-анасының келісімімен ғана жүргізіледі. Келісім болған кезде ғана, арнайы келісімді қол қойғаннан кейін ғана медицина қызметкерлері баланың денсаулығын баға беріп, яғни қарсы көрсетілім, қарсы айғақтар болмаған кезде әрине вакцинация жүргізіледі. ВПЧ дейміз ғой, соның 4 типіне арналған вакцина ғой негізі бұл. Ал неге бір 9 типіне немесе 10 типіне арналған вакциналар таңдамай, дәл таңдау осы вакцинаға түсіп тұрған туралы айтыңыз? Қазіргі кезде 2 типтік, мысалы эквиваленттік вакцина бар. Біз 2013 жылы Қазақстан Республикасында эквиваленттік та 4 валенттік вакциналар қарастырған болатынбыз. Эквиваленттік вакцина жаман деп айтуға болмайды, 4 валенттік вакцина одан жақсы деп айтуға болмайды, және 9 валенттік одан да күшті деп айтуға болмайды. Өйткені барлық вакцина жаңағы өзінің құрамындағы бар типтерге қарсы өзінің жұмысын жүргізеді, яғни сақтайды. Жаңа айтып кеттім, осы обыр ауруының, жаңағы жатыр мойны обырының 70%-ын екі типке тиесілі, 16-18-ші. Сондықтан бұл әр вакцинаның құрамында осы екі тип бар. Енді қалған типтер, олар да онкологиялық ауруларды туғызуға септігін тигізеді. Сондықтан олар енді қосымша көмек деп айтуға болады енді онкологиялық аурулардың алдын алуда. Сондықтан қазіргі кезде біз енді 9 валенттік вакцинаны қарастырып отырған жоқпыз. Өйткені ол вакцина бірер жылдар ғана, соңғы жылдары ғана қолжетімді болып отыр. Қазіргі кезде бұл 9 валенттік вакцинаға кейбір мемлекеттерге қол жетімсіз, оған енді кезек
ұзақ уақыт кезек күту керек болды, сондықтан біз 4 валенттік вакцинаны алып отырмыз. ақшта мен жаңағы дәрігерім айтты, негізі 14-15-те егуге болады деп өзіме ауызша айтты, бірақ мен сол врачтың кабинетіндегі брошюрасын ашып қарасам, ол жерде Министерство здравоохранения ақштың денсаулық сақтау министрі CDC-дің ұсынысы бойынша 9 жастан бастап егуге болады екен ақшта. Енді ол жерде әртүрлі ғой халқы, кейбіреулер ерте дамиды, ерте, енді 9-10 жастан бастап егуге болады, ол қауіпсіз. Просто 11-де де болады, 12-де, 9 бен 15 жас аралығына кез келген жаста егуге болады. Бірақ Қазақстанда егер мысалы 11 деп айтса, мүмкін сол да өлшіктіретін шығар. Мүмкін денсаулық сақтау министрлігі кішкене ойланып, 11 емес 15 деп кішкене есейген балаларға, өйткені жаңағы дәрігер айтады, жаңағы баланың өзіне де түсіндіру керек. Не үшін ол вакцина? Ол ертең онкологияның алдын алатын вакцина. Ол ешқандай оның тәрбиесіне де байланысты емес, поведение қимылына да болса, ол тек қана медициналық бір мақсат. Ал кейбір әйелдеріміз осы ВПЧ-ді положительный дейді, уже анықталғаннан кейін, немесе жаңағы обырыш бір анықталғаннан кейін салуға болады ма деп айтады. Бұл емдемейді, бұл тек қана аурудың алдын алу үшін. Қарсы көрсеткіші оны салдырса, одан жақсы да болмайды, жаман да болмайды деген сөз.